Короче, мен өмірімде голд деген біреу пайда болады ғой. Вызов тастайды, мен бір жерден көріп қаламын, оны сөйтіп кіріп қараймын. Оған дейін танымаймын, мен көрген емеспін. Вроде нормально. Давай октагонға звондаймын, мен голд деген біреу шығады, мына жерде бойымдастырып бересіңдер ма? Мен гонорарым осындай. Болды, Еркош, төлейміз, анаған звондаймыз қазір. Анаған звондайды. Анау айтады, Өзбекстанға, Қазақстанға мен келе алмаймын, заңмен проблемаларым бар дейді. Опа, енді не істейміз? Таиландқа кел дейді ол маған. Хорошо, Таиландтағы организацияларға айт, сөйтсем, Таиландта 100-200 мың теңге төлейтін организациялар екен. 100-200 мың теңге примерно гонорар дейді. 100-200 мың теңге, 100 мың теңгеге мен досым завтрак, обед, ужин ішемін мына жерде. Сонда мен сол 100 мың теңге үшін ана Таиландқа барып, саған хайпымды раздавать етіп, еще төбелесіп семен 100 мың теңге алып қайтуым керек екен. Олай болмайды. Бүйтіш керек. Сен айтып тұрған лига ақша төлей алмаса, сен қатты төбелескің келіп тұрса, $20,000 мәңгі беріш керек саған. Нұрадинға звондайсың. Укам, $20,000 бар еді. Қазір жібереміз. Еркебұлан кесе, чүройлы бір жаңымыз шығарып жіберсе жақсы болатын еді дейсің. Сөйтіп $20,000 аударасың, сол кезде мен барам. Тегін мен мына жерден қозғалмаймын сен үшін. Сондықтан давай осы әңгімені жапсаң жаптың, жаппасаң шамайтын көтті, қинамай барып жұмысыңмен айналыс. Сонда бұлар ақылды да, мен ақмақпын да. Вызов тастайды да, бір-екі ауыр сөз айтамын, сол Еркебұлан ит құсап жүгіріп келе салады деп ойлайды. Қателесесіңдер достар. Так что голдтың фанаттары қаздарын қумай, сбор ашыңдар. $20,000 жинап, маған жіберіңдер, сол кезде төбелсем голдтарымды.